Elimizde bir үлкен молда дүниеден өтіп кетті, Алла рахметін алсын. Сол кісінің біз жаназасына жасы әжептәуір барып қалған кісі, жаназасына баратқан уақытта біз ол ауылды білмейтін едік. Жаназасына баратқанда жолда бір адам білмейміз енді үйін. Содан кейін ана ауылға жақындап қалған уақытта бір кісі тақия киген тұр екен, қол көтеріп. Мен айттым, мына кісі сол жаназаға баратын адам, осыны алып кетейік дедім. Жаназаға. Ана ауылға деу бір 10-15 минут бір уақыт бар еді. Сонымен ана кісі мінгеннен жылады, ұстаз дүниеден өтті деді. Мен енді Алла рахметен соның жаназасына кеп атық деді. Сөйтіп ана кісі, мен сіздер кеп атқан екенсіздер, біздің бір ұстазымыздың бір қасиеті бар еді, мен сіздерге айтып берейін деді. Мен өмірінде деді, Құдайға сенсем де сенен шығарым, бірақ Құранға сенбейтін адам едім деді. Қараңыз. Яғни біздің иманның шартында не бар? Аллахтың барлығына, бірлігіне, періштелерге, пайғамбарларға, кітаптарға, тағдырдың жаман жақсылығына, ақырет күніне, өлгеннен кейін қайтып тірілуге иман келтіру міндет. Шарт. Құранға иман келтіру. Сөйтіп ана кісі айтты, Құранға мен сенбейтін едім деді. Менің Алла тағала маған бір ұл перзент, қыз перзент нәсіп қылды. Қызым 13 жасқа толған уақытта қызым тілі жоқ болып кетті, қызымның дейді ғой. Тілі жоқ дейді, қызымның тілі жоқ. Сөйлей алмайды. Тіл кәдімгі сабақ оқып жүрген қыз өздігінен сөйлей алмайтын, тілге келмейтін бір ауруға ұшырады. Содан медицина деген дамып кеткен, ана қызымның тілін шығару үшін Қытай, Түркия, Өзбекстан, шетел ешнәрсе қамаған ғой. Барлық жерге докторға барған, олар уколды сала берген, бірақ тілі жоқ қызым. Сонымен Құранға сенбейтін, мен құсаған байқұсқа жолдас балдарым келіп тұр, мына ауылдағы молдаға кеп адамдар оқытылып отыр екен. Осыны қызың да бар, осыған дем салдырайшы десе, мен тәкаппарланып тұрмын дейді ғой. Сонда медицина дамып кеткен, мен $200,000 осы қызым үшін ақша құртқам. Сонда сені анау сақалы өсіп кеткен, басына тақия киіп алған, шафан киген бір молда менің қызыма сүф десе, сонда тілін қайтып қалады деп ойлап тұрсыңдар ма сендер? Әзір медицина дамыған уақыт қой, сендер не деп тұрсыңдар деп, ана жолдас балдарыма сөз бермеймін дейді ғой. Сонымен болмағасын, амал жоқ, жолдас балдарым қызымды алды да, мені де зорлап отырғызып алды да, сол молданың үйіне бардық дейді. Молда барған екен, тапшанда далада отыр екен, тапшанға жат қызыңдар қызық дейді. Тапшын, мен сенім деген нәрсе менде жоқ дейді. Құран оқып атса өзімше тәкаппарланып жақтырмай бер жақта отырмын дейді. Сөйтіп қызыма жаңағы дем салып, не оқыған білмеймін дейді. Мен ол Құраннан хабар жоққан неғып білмейді ол. Ясин сүресін оқыдым ба қасиетті, Құранның бәрі қасиетті ғой. Оқып жаңағы қызға сүф деп дем салған уақытта қыз оянды дейді. Яғни негізі оянып жүрген қыз ғой, тамақ ішесін. Бірақ қыз әке деп дауыстады дейді бірінші. Қараңыз. Әке деп дауыстады дейді. Жылап жібердім дейді әне жерге барып. Келіп қалған молда айтты, сен жақындамай тұр деп айтты дейді молда. Тоқта, әлі біткен жоқ. Тоқта деп. Сол әке деген бір дауысын естідім дейді. Сол жерде қызға Құран оқып дем салды да, енді бір 3 күн, 7 күн әйтеуір келесін деп айтты дейді. Мынандай уақытта әкеп тұр, қызыңның иншалла тілі жайына келеді деді. Сонымен ананың әке деген дауысын қызымның 1 жылдан бері сағынып кеткем дейді ғой. Қызымның әке деген дауысын 1 жылдан бері сағынып кеткем дейді. Соны келіп, не қылдым дейді? Сөйтіп пендешілікке салынып дейді. Қарап тұрсам бір 10-15 минут оқыды дейді Құранды. Сүф деді дейді. Құранға сенбейтін адамы дейді. Сонымен ақшамның анау әмиянымды аштым да дейді. Ең шетінде $100, 20,000 теңге, 10,000 теңге, 5,000 теңге, 2,000 теңге, 1,000 теңге, 500 теңге тұрады дейді. Молдаларға 1,000 теңге бола береді деп, 1,000 теңгені бердім дейді ғой. Алланың бәрі қалды. Қалды тұр. Мынаяқта $200,000 құртып қойын ғой тағы. Сөйтіп жолдас балдарым айтты дейді, сен не қылдың? Әке деген қызың дауысын естің ғой, тастамайсың ба бәрін? Тағы да пендешілікке салынып атым, сенбей тұрмын дейді ғой. Сонымен 2 күн, 3 күн келгеннен кейін қызым ойдағыда не керек?
тағы да алып келген екен, қызым әке деп сөйлей бастады дейді, тілі келді дейді. Содан бастап мен өмірі сенбейтін адам осы қызым себепті маған Алла тағала хидаят бастап тұр екен ғой дейді ғой. Қараңыз, мен Құдайға сене бастадым, бір сөзбен айтқан уақытта Құранға шын ықыласпен берілдім, Құран жаттай бастадым. Ана молдаға содан кейін құрмет қылып, бүткіл бәңаяғы нәрселерін бәрін естен шығарып, шынымен бұл Алланың кәләмі Құран шифа екен деп молдаға барып үлкен сый-сияпат жасадым. Сөйтіп, осы Алланың бір құдіретіне, осы кісі менің сол қызымның тілінің қайтып келуіне осы кісі себеп болған еді. Мен бұл кісіні аға тұтынған ем, сол үшін мен бұған енді ағамнан айырылып қалдым деп жылап бара жатқан жерім ғой деп жатыр да. Қараңыз, бұл Құранның несі? Бұл мұғжиза бұл. Бүткіл пайғамбарларға мұғжиза келгенде, сол пайғамбарлардың өзімен мұғжиза кеткен. Муса алейхиссаламға қолының мынау нұр шашып тұруы, әсә таяғы жаңағы жыланға айлануы, тағы да басқа пайғамбарлардың мұғжизасы өзімен бірге. Иса алейхиссаламға Алла тағала сондай күш құдірет берген, соқыр адамдарды, алапестерді бір сипап, бисмилла Аллаху акбар деп жазып жіберетін оған берілген. Ал біздің Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламға берілген мұғжиза бұл Құран. Түсініңіздер ме? Бұл мәңгілікке дейін Құран иншалла не қылады? Бұл Құран иншалла бұның бір әріпі де өзгерген емес. Құранды оқып, сүф деп шын ықыласпен үпілеп тұрған адамдарға Алла шифа беріп етқаннан кейін ойлана берсеңші, енді сол Құранды әрқайсымыз өзіміз оқып, біреуге сүф демесек те, сол үкімді Алланың бұйрығын орындап, пайғамбар көрсеткенмен жүрсек, біз әлбетте бәріміз нұрлы боламыз деген сөзді. Бұл енді қысқаша Құранға қатысты мәселе.